облысы Қазалы ауданы Шамжабаев атындағы номер 234 орта мектептің 8 сынып оқушысы Шалдыбай Аяжан. Дәрігерлерге мың алғыс. Әлемде болып жатқан індеттің кесірінен қаншама адам көз жұмуда. Олардың өмірін сақтап қалу үшін дәрігерлер өз қолдарынан келгенін жасап жатыр. Және де ауданымызда орналасқан теміржол больницасының терапия бөлімінің меңгерушісі Айжарқына Бақыт Шалғынбаева және де номері 7-ші аймақтық дәрігері Байсалбаева Сая Бақытжанқызына үлкен алғысымды білдіремін. Дәрігерге арнау ақ қалатын тағдырына байлаған, өмір теңіз толқыннан мойымаған, талай уақыт арман еткен кәсібін жүрегімен жақсы көрген жайсаңнан. Еңбек етіп халық үшін тер төгіп, жұмысынан шаршаса да жүр күліп, себебі олар өз істерін сүйеді, ақ қалатын сипап қойып сүйсініп. Кейде олар қатып жүрген өз басын, дертті емдеп қатерге де тігеді. 103-ші номердегі көлікпен емдеу үшін ары-бері жүреді. 20-20 күрделі жол оған. Пандемия алқым алған шағында дәрігерлер жұрт үшін басын тігер, тәж берусі қанша жұпа болса. Олар сондай қайсар батыл жауынгер, дейсің кейде жүрек жұтқан майдангер. Арқалаған ел үмітін мойнына, аман болсын жасай берсін дәрігер.